Екінші сабақ заттар тобын салыстыру. Бұл сабақта біз заттар тобын салыстыруды үйренеміз. Яғни, қай заттың саны көп, қай заттың саны аз. Бірінші тапсырмада суретте қай заттар артық, қайсысы кем, қай заттардың саны тең. Яғни, ол үшін біз суретке назар аударамыз. Мысал үшін, шайнек пен кесені салыстырсақ болады. Бізде 1, 2, 2 шайнек, 1, 2, 3, 4, 5, 5 кесе. Яғни, 5, 2, 5 көп деген сөз. 5, 2-ден үлкен. Яғни, кеселер саны шайнектер санынан артық. Немесе керісінше, шайнектер саны кеселер санынан кем деп айтсақ болады. Енді, мына екі тәрелкедегі бұл бізде не? Түсініксіз, мүмкін өрік. Салыстырып көрелік. Бірінші тәрелкеде 1, 2, 3, 4, 5 зат. Екінші тәрелкеде 1, 2, 3, 4, 5 зат. Екеуі қандай? 5, 5, бір-біріне тең. Екі тәрелкедегі заттар саны тең дейміз. Енді келесі, мына екі тәрелкедегі алмалар санын салыстырып көрейік. Бірінші тәрелкеде 1, 2, 3, 4. Екінші тәрелкеде 1, 2, 3. Мына тәрелкеде алма саны кем екен. Мына тәрелкеде алмалар саны артық. Мұнда неше алмұрт? Санайық. 1, 2, 3, 4. Яғни мұндағы алмұрттар саны бірінші тәрелкедегі алмалар санымен тең екен. Енді мұндағы тәрелкелер саны мен кеселер санын салыстырсақ болады. 1, 2, 3, 4. 4 тәрелке, жаңа біз кеселер санағамыз, 5 болған, яғни кеселер саны тәрелкелер санынан артық екен. Немесе керісінше, тәрелкелер саны кеселер санынан кем деп айтамыз. Не осылай? Өте көп жаңаға салыстырулар жүргізуге болады. Жақсы, енді келесі тапсырмаға көшуімізге болады. Ол үшін біз алдымен мұна жаңағы ережені есте сақтап алуымыз қажет екен. Суретте не белгіленген? Бізде 1, 2, 3, 4 кесе. 1, 2, 3, 4. 4 тәрелке. 4 тең 4. Яғни, мұна белгі ортадағы, мұна белгі, бұл тең деген белгіні білдіреді екен. Яғни, есте сақтаймыз. Бұл бізде тең белгісі, яғни 2 сызықша. Келесі 1, 2, 3, 4. 4 кесе. 1, 2, 3, 4, 5. 5 тәрелке. 4 кіші 5-тен, немесе кем дейміз. 4 кем 5-тен. Сонда мұнау бізде кем дегенді білдіреді екен. Яғни, мұна жаңағы ұшы, мұна үшкір жағы қай жаққа қараса, ол кем дегенді білдіреді екен. Ал керісінше, келесі суретке назар аударамыз. Мұнда 1, 2, 3, 4, 5 кесе, 4 тәрелке берілген, яғни 5 артық 4-тен. Яғни, мұнау жаңағы ашық жағы қарап тұратын болса, ол сол жағы артық дегенді білдіреді екен. Яғни, мұнау бізде артық дегенді білдіреді. Мұна жағы, ол кем жағы деген сөз. Келесі суретте 1 кесе, 1, 2 тәрелке бейнеленген. 1 тең емес, 2-ге. Шынымен екеуі тең емес, яғни, теңдіктің үстін сызып көрсететін болсақ, онда бұл бізде тең емес дегенді білдіреді екен. Яғни, керісінше сызамыз. Ереже бойынша жазайық осылай. Тең емес дегенді білдіреді екен. Осы жазбаларды есте сақтауымыз қажет. Ондай болса, келесі тапсырма бізде. Келесі екінші тапсырмада заттардың санын салыстыр дейді. Яғни, біз жаңағы өткен есте сақтаған таңбаларымызды қолданып салыстыру жүргіземіз. Ендеше бірінші жолдағы суретке назар аударайық. Мұнда 1, 2, 3, 4, 5. 5 қызыл алма. Бізде қызыл. 5 қызыл алма. Яғни, мұна торкөзге жазамын 5 деп. Мұнда санайым 1, 2, 3. 3 жасыл алма. Яғни, 3 деп жазамын торкөзге. Енді 5 үлкен бе, 3 үлкен бе?
5 үлкен, яғни мынау артық. Ондай болса 5 артық болатын болса, артық болу үшін бізде жаңағы осылай ашық жағы 5-ке қарайтындай етіп сызамыз, таңбаны көрсетеміз. 5 артық 3-тен дегенді білдіреді. Келесі суретте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 сары алмұрт. Жазамын 7. Мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мұнда да 7 жасыл алмұрт. Жазамын 7. 7 7-ге тең, яғни теңдік белгісін қоямын. Ана теңдік белгісі. Келесі суретте 1, 2, 3, 4, 5. 5 қызыл өрік. Жазам 5. Келесі суретте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 көк өрік. Жазам 7. Енді бұл жерде 5 кіші, яғни кем. 5 кем. Кем десе жаңағы үшкір жағы 5-ке қарайды. Бұл кем дегенді білдіреді, кем жағы. 5 кем 7-ден деп осылай жазып көрсетеміз. Жақсы, ондай болса келесі тапсырмаға көшсек болады. Аны өшіреміз. Келесі тапсырма бізде. 3-ші тапсырма математика күнделікті өмірде. Отбасы мүшелердің ата, отбасының әрбір мүшесі реті бойынша нешінші отыр? Санауды сол жақтан баста дейді. Яғни, отбасы мүшелері мынау сол жақ бізде оңға қарай санап шығамыз. Бірінші әкесі отыр, екінші анасы, үшінші қызы, төртінші әжесі, бесінші атасы, алтыншы ағасы, үлкен баласы, одан кейін жетінші кіші баласы отыр екен. Осылай әр қайсының ретін анықтап шықтық, нешінші отырғанын. Енді сенің отбасыңда ересектер көп пе, әлде балалар көп пе дейді. Бұл әркім өзінің отбасына қатысты жауап береді. Енді мен мына суреттегі отбасыға қатысты жауапты жазайын. Мысалы, мына отбасыда ересек адамдар, яғни әкесі, анасы, атасы, әжесі, 1, 2, 3, 4. 4 ересек адам деп жазам. Одан кейін 1, 2, 3 бала. 3 бала жазам. 4 және 3. 4 артық. Ондай болса 4 артық 3-тен, яғни 4 деген ол бізде менде ересектер болған. Ересектер саны бұл отбасыда, суреттегі отбасыда көп екен. Ал мысалға басқа бір отбасыны мысалға келтірейік. Ол отбасыда анасы, әкесі және бір баласы ғана бар делік. Анасы мен әкесі ересек адамдар саны 2 болады, ал бір баласы ол жаңағы балалар саны 1 ғана. Ондай болса 2 1-ден артық. Ересектер саны мұнда да көп. Енді тағы бір отбасын алсақ болады. Бұл отбасыда анасы мен әкесі және әжесі ғана бар делік. 3 ересек адам. Мысалға мұнда жазып отырмын. 3 ересек адам бар, және де 4 баласы бар. 2 қыз, 2 ұл делік. 4 баласы бар. Жазам, 4 бала бар. Ересектер саны бұл жерде кем, 3 4-тен кем. Ондай болса 4 үлкен артық, яғни балалар саны көп болады екен бұл отбасыда. Сол сияқты әркім өз отбасыңызда қанша ересек адам және неше бала бар екенін анықтап, осындай салыстыруды жазып көрсетеміз. Осымен біздің 2-ші сабақ аяқталды. 3-ші сабақта кездескенше.